Сәлем достар, бүгін біз сіздермен Camtasia'да жұмыс жасауды үйренеміз. Camtasia, міне өздеріңіз көріп отырғандай, осындай белгімен белгіленеді және осыны сіздер жүктеп аласыздар алдын ала. Содан кейін ары қарай жұмысты бастаймыз. Бұл Camtasia'да сіздер өздеріңіздің қалаған видеоларыңызды монтаждауыңызға, оған сөздер қосуға, үстіне запись жасауға, видео жасауға болады екен. Ал енді бұл жерде начать запись, создать проект дейді. Біз сіздермен создать проекттен бастайық. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мынандай терезе ашылды. Қазір мен сіздерге бірінші біз көбінесе ұстаздар қауымы слайдпен жұмыс жасаймыз. Сол слайдпен жұмыс жасағанды көрсетейін. Бізде алдын ала жасалған слайдтарымыз, видеоларымыз барлығы болу керек үшін запись деген нүктеге басамыз. Сол кезде бізде мында экранда экранның түсірілу көлемі көрсетіледі. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, міне осы қолмен тура ортасынан ұстап жылжытсаңыздар, әрі-бері жылжиды. Экранның қай жерін түсіресіздер, тура ортасын түсіргілеріңіз келе ме? Болмаса, мына жерде үлкейтіп экранның барлық объемын түсіруге болады. Міне көрдіңіздер ме? Бұл мынадай болады, кішкентай болады, үлкен болады. Бүкіл экранды алады, шетінен ғана алады. Ал енді біз бүкіл экранды алғымыз келіп жатса, өзіміздің қолымызбен ғана бетіп, жылжытып бүкіл экранды алып түсіруімізге болады екен. Енді қараңыздар, бізге бүкіл экран керек жоқ. Бізге мынадай ғана қазір слайдымызды ашып алайық. Жерден алдын ала мен бағана слайдты дайындап қойдым. Негізі бұл менде YouTube'да бар сабағымның біреуі. Слайдты міндетті түрде шығарып алып, оны сіздер озвучка жасайсыздар. Мынаны ары-бері төмен жоғары көтерулеріңізге болады. Бұл бізде түсіру аймағы. Бірақ бұл түсіру аймағы бізде түспейді, құр ғана бізді түсіріп тұр деген мағынада көрсетіп тұр. Қараңыздар, енді бұл әлі запись басталған жоқ. Біз экранды дұрыстап алайық. Міне тура слайдтың көлеміне бірдей қылып алдық. Артық жері болатын болса, артық жер түсіп қалады. Сол үшін біз слайдтың көлемін бірдей қылып, міне мышканың кешіріңіздер, мынандай нәрселер ашылып кетіп жатыр. Мышканың сол жақ шетін баса отырып, біз мына слайдпен бірдей қылдырып алдық. Байқадыңыздар, иә? Міне слайдтың көлемін бірдей қылып алдық. Ал енді мынаны біз бүйтіп мышканың сол жағымен әрі-бері қозғалтуымызға болады. Бұл бізде бірақ видеоның ішінде түспейтін нәрсе. Енді жұмысты бастау үшін міне барлығы дайын. Өзіңіз мына жерден көріну, мына жерде сіздің даусыңыз жазылып жатыр, міне көріп отырғандай. Мына жерден өзіңіз көрініп отырғыңыз келсе, міне мына жерден қазір көрінеміз. Неге ашпай жатқанын камераны. Осы жерден өзіңізді суретіңізді көрсетуге болады. Мен енді монтаж видеоға түсіріп жатқаннан кейін менің суретім көрінбей отыр, өйткені мен бұрышта сіздерге көрініп отырғандықтан. Бірақ мына жерді бассаңыздар, сіздер слайдтың бір бұрышында видеоға түсіп жатасыздар. Ал енді кеттік бастаймыз. Мына рек енді басамыз. Сол кезде біздің алдымызда міне мынандай F10-мен тоқтатуға болады дейді. 1, 2, 0. Басталды, запись басталды деген сөз. Міне жан-жағында жасыл нүктелер жүріп жатыр, значит, запись жүріп жатыр деген сөз, иә. Енді осыған сіздер мысалы сөйлейсіздер. Көктем келді, көктем ай келген кезде деп осы суретті таныстырып өтесіздер, иә. Мысалы, екінші слайдыңызға көшесіз. Көктемнің белгілері қандай балалар деп мысалы белгілермен таныстырып өтесіз. Енді үшінші слайдқа келгенде менде анимация, қараңыздар. Міне мына жерде шетінен анимация жасап қойған, міне басып отырсаңыздар, осылай шетінен анимацияңыз шығып отырады да, бұл кейін жасалған видеода анық көрсетіліп отырады екен. Одан келесі слайдқа көшесіздер. Бұны да мысалы мына жерде өлең жолдар жазылған, сол өлең жолдарымен сіздер таныстырып өтесіздер. Мысалы, көктем келді, шуақты, балаларды қуантты деп балаларға таныстырасыз. Сосын келесі тағы да анимация, осылай кете бересіздер. Мысалы, мынау көктемдегі мерекелер деген сияқты осымен таныстырасыз. Ал балалар, міне бүгінгі сабағымыздың соңында сіздерге мынандай үй тапсырмасын беремін дейсіз де, осылай
сабағыңызды аяқтап, қош сау бол деп сабағыңызды аяқтайсыз. Содан кейін мына жерде астына мына қызыл белгі С деген белгіге барасыз да, мына жерде стопты басасыз. Сол кезде сіздің жаңағы түсірген видеоңыз дайын болды. Енді қараңыз, мына жерге келіп түсті, экранға келіп түсті. Ол міне мына жолаққа келіп түсті. Мына жолаққа келіп түсті деген сөз, бұл видеоңыз уже дайын деген сөз. Қараңыз, басталды, запись басталды деген сөз. Міне жан-жағында жасыл нүктелер жүріп жатыр, значит запись жүріп жатыр деген сөз, иә. Енді осыған сіздер мысалы сөйлейсіздер. Көктем келді, көктем айы келген кезде деп осы суретті таныстырып өтесіздер, иә, мысалы. Отырады екен. Одан келесі слайдқа көшесіздер. Бұны да мысалы мына жерде өлең жолдар жазылған. Сол өлең жолдарымен сіздер таныстырып өтесіздер. Мысалы көктем келді. Міне байқағандай, осылай сіздер слайдты сөйлету арқылы, анимацияңызды қосу арқылы сіз сабағыңызды осылайша дайындап алуыңызға болады екен. Бұл бір, иә. Ал енді ары қарай бұны сіз мысалы қалай сақтап аласыз? Бұны бір сақтап алып, немесе жалпы барлығын аяғында бірақ сақтап тастайық, иә. Ал енді біз бұл дайын тұр бізде, иә. Міне сақтау үшін былай да сақтап қойыңыз болады. Бұл пока сізде черновик ретінде сохранить как дегенді басып, міне мына жерге Camtasia'да сақталады дейді. Міне осы жерде мысалы сіз слайд, көктем слайд деп қойсаңыз болады, иә. Көктем слайд десеңіз болады. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша сақтайсыз. Міне астында төмен жағында жазылып тұрған Camtasia'да сақталады дейді. Міне жасыл күйінде. Мына жерде окей дейсіз. Ол уже сізде сақталып қалды. Немесе міне вывод дегенді басасыз. Міне қараңыз. Мына жерде локальный диск дейді. Міне мынаны басқан кезде қандай форматта сақтайсыз? Сіз YouTube-қа жүктеу үшін 1080-ді пайдаланасыз. Бұл бізде өте жақсы видео, качественный видео, сапалы видеоны сақтайтын MP4 деген формат. Басасыз да, далее дейсіз. Міне көктем слайд аты жазылды. Міне қай жерде сақталды. Көрдіңіз ғой? Осы жерде мысалы сіз мына жерде мен бұны Camtasia'дан сақтаймын десеңіз, мына жерде құжаттардың ішінде Camtasia бар, иә. Осы жерге сақтап көрейік, сақталынған екен. Сақталынбай жатыр, өйткені бізге рабочий столға сақталғысы келіп тұр бұның. Жұмыс століне сақтай салсақ. Сақтау. Көрдіңіздер, иә. Ал енді кеттік, готово дейміз. Міне, осылай слайдымыз сақталады. Видеомыз сақталады, слайдтан жасалған видеомыз сақталып жатыр. Неғұрлым видео аз болған сайын тез сақталынады. Ал видеоның көлемі көп болса, ол өте ұзақ сақталынады. Қазір мен сіздерге сақтауды көрсетіп кетейін, артынан кейін бұны қайталамас үшін. Мұқият қарап алыңыздар. Отменаны баспаймыз, видео сақталғанша, міне 100% болып сақталды. Міне, готово дейсіздер. Көрдіңіздер ме? Сіздердің жаңағы жасаған видеоларыңыз, слайдтан жасаған видеоларыңыз сақталды. Енді мынаны былай жаба тұрайық. Слайдты өшіре салсақ болады, бізге ол керек емес. Енді қай жерде сақталды? Қараңыздаршы. Көктем слайд дейді. Қазір ашып көрейік. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, міне біз рабочий столға сақтай салдық, иә? Жұмыс століне сақтай салдық. Негізі бұл Camtasia'ға барып түсу керек болған. Біз енді жаңа сіздерге оңайырақ болу үшін, сіздерге көрсету үшін мен бұны жұмыс століне сақтадым. Қазір дайын болған видеоларымызды өзіміз көреміз. Қараңыздар. Жаңағы дайын болған видеомыз. Жаңа біз кішкентай ғана басталды, запись басталды деген сөз. Міне жан-жағында жасыл нүктелер жүріп жатыр, значит запись жүріп жатыр деген сөз, иә. Енді осыған сіздер мысалы сөйлейсіздер. Көктем келді, көктем айы келген кезде деп осы суретті таныстырып өтесіздер, иә. Мысалы екінші слайд міне мына жерде шетінен
анимация жасап қойған. Міне басып отырсаңыздар, осылай шетінен анимацияңыз шығып отырады да. Бұл балаларға таныстырасыз, беремін дейсіз де, қызыл барасыз. Міне өздеріңіз көргендей, запись басталды деген. Өздеріңіз көргендей, міне бұл бізде сақталды. Енді сіздер мысалы YouTube каналына жүктегіңіз келсе, бұны мен қаяққа жіберемін, біреуге көрсету үшін мен бұны YouTube каналға жүктеу керек дейсіздер, Мысалы, менде Google-дан іздейсіздер, бірақ менде YouTube міне сол телефонның бетінде, компьютердің бетінде тұр. YouTube-та ашамын, менде YouTube-та каналым бар өзімнің. Соған жүктеуді де бір атала қазір көрсетіп кетейін, өйткені қазір мен сіздерге басқа нәрсе көрсетемін. Міне көрдіңіздер, менің каналым. Міне менің суретім тұр, мой канал, міне қараңыздар, мысалы мен каналыма кірдімде, мен жаңағы камераның суретін көріп отырсыздар. Осыған мышканың сол жағын пайдаланып басамын. Добавить видео. Бір раз басасыздар, добавить видео. Көрдіңіздер ғой. Қазір YouTube-ға салынатын видеоны таңда дейді. Выбрать файл дегенді басасыздар. Міне көріп отырғандай, менде бірден ашылып кетті. Қазір мен сіздерге көрсетейін, жаңағы Camtasia емес, мен сіздерге жаңағы жұмыс үстелінде дейді, жұмыс үстелінде жаңа өздеріңіз көктем слайд деген болған, осыны ашасыздар. Міне көктем слайдтың міне видеосы көріп отырсыздар, мына жерге ашу. Қараңыздар, енді бұл бірден YouTube-ға жүктеліп жатыр. Міне көрдіңіздер ме? Міне осылайша мынау загрузка видеоға кетіп жатыр. Бұл біткенше біз тосуымыз керекпіз. Ал далее дегенді басқаны басып тастамайсыздар. Ол қазір азақ видео болғаннан кейін тез жүктеледі. Оған дейін мысалы көктем туралы слайд дейсіздер. Мысалы мына жерге көктем туралы слайдты не үшін жасадыңыз, сол туралы жазсаңыз болады. Содан кейін мына жерге значок дейді, бір өзіңіз бір әдемі фон қойғыңыз болады. Бұл енді өзінше басқа сабақ. Мен просто сіздерге көрсетейін деген, мына видео для детей басасыздар. Енді мен мына жерге параметрі доступқа кіре салайын. Қазір елдің бәрі көрмей қойсын, өйткені ол әлі дұрыс дайын емес. Мен доступ по ссылке дегенді баса салдым. Бұл жерде доступ по ссылке өзіңіз кімге бергіңіз келеді, соған ғана несін поделиться ете аласыз дейді ғой. Доступты бере аласыз, обработкада тұр. Енді қазір мен бұны жаба салайын, бұл бізге өйткені негізі керек емес. Міне уже жүктелді, қараңыздар. Уже жүктеліп қойды. 0 басталды, запись басталды деген сөз. Міне жан жағында жасыл нүктелер жүріп жатыр. Значит, запись жүріп жатыр. Міне мына жерде сохранить дейсіздер, бітті. Сіздердің видеоларыңыз YouTube каналына қай жерге тағы да делиться етсеңіз болады дейді. Мына үш жасыламыз. YouTube каналында менде мына жерде сақталып қалды. 1 минут 19 секунд қана екен. Өте аз көлемде видео шықты. Осылай сақталып тұр. Сөйтіп сақтап қоя бересіздер. Ал енді YouTube-ты жаба салайын. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі қайтадан Camtasiaға кіреміз. Слайдпен жұмыс жасағанды көрсеттім. Енді мен сіздерге Chroma Key деген жасыл фонда түскен видеомызды қалай өңдеуге болады, сол туралы көрсетейін. Және Camtasiaның кішкене қыр-сырларын ашып берейін. Енді бұл бізге керек емес, біз бұны удалить етіп тастауымызға болады. Окей. Удалить. Бірінші экрандан удалить еттік. Енді мына бір сызық бізде курсор әрбір жылжытуымызға болады. Енді бұл жерге біз керек файлдарымызды мына экран өзімізге библиотека дейді. Бұл жерге түсіріп алуымыз керек біз. Мысалы, импортировать файлды басамыз. Немесе импортировать файл, немесе мына жерде файл, импортировать файл дегенді басасыздар. Сол кезде өзіңізге керекті, мысалы мен видеоны таңдап алайын. Мына жерде менде көптеген видеоларым бар, осының ішінен. Мысалы жасыл фонда түскен видео. Міне мынаны таңдап алдым. Көрдіңіздер, енді бұны мен таңдап, мына астында тұрған трек 1, трек 2 дегеніміз, бұлар бізде жолақ. Мышканың сол жағымен ұстап аласыздар да, мына жолақтарға түсіресіздер.
Содан кейін былай мынау сарғайып тұрған кезде бұны біз әрбір қозғай аламыз. Түсіндіңіз ғой, иә? Ал енді қосып көрейік. Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Көрермендерім арасында р дыбысы. Көріп отырсыздар. Енді бұның артындағы фонды қалай аламыз? Қазір мына жерде кішкене форматымыз дұрыс болмай қалды. Неге дұрыс болмай қалған? Видеомыздың форматы немен сәйкес келмей қалды. Бағана түсіргенге байланысты болып тұру керек. Қазір жөндеп алайық. Ал енді қараңыздар. Мына жерде библиотека, примечание көптеген сөздер жазылып тұр. Осылардың бәрін қазір керектерін шетінен қолданамыз. Визуальный эффекті дейді, иә? Визуальный эффект қараңыздар. Удаление цвета дейді. Міне, байқасаңыздар, мына кісі жасыл фонда түскен, мен құсап, иә? Жасыл фонда алып тастап қара фонға келтірді. Енді бұны алу үшін міне сарыға бояп тұр. Басқаларын қараңыздаршы, міне қайсына жақындайым, сол сарыға боялады. Мышканы құр жүргізесіздер, баспайсыздар. Әзірше. Енді мышка дей берейін, енді айта береміз, иә? Тышқанның сол жақ шетімен мына видеоның үстіне қоямыз. Қараңыздар. Удаление цвета деп шығады, иә? Мына жерде былай, міне масштаб дейді, иә? Удаление цвета керек, біз сол үшін осыған келеміз. Міне. Енді неге ашылмай тұр? Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Қазір қараңыздар, енді біз фонды аламыз. Мына жердегі артымызды жасыл түске бояп жатырмыз, байқадыңыздар ма? 71-ге қояйын, иә? Енді көрейік. Басынан бастап. Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Көрермендерім арасында р. Көрдіңіздер ғой? Енді кішкене мен шашым дұрыс болмай жатқан сияқты. Айтуда қиналады. Енді дұрыс болды. Байқадыңыздар ғой, иә? Міне мыналардың барлығын қозғауға болады ма? Бетін өзгертеді. Міне көрдіңіздер? Бұны маған қозғаудың керегі жоқ, өйткені бетімнің түсі өзгергенін қаламаймын. Міне 0-де тұр. Міне мына қараңыздар. Былай қозғасаңыздар, міне. Осылай әртүрлі болады екен. Осылай бүйтіп қозғалтып, неше түрлі істеуімізге болады. Жаңа 0-де тұрған, қайтадан 0-ге әкеліп қояйық. Иә, міне. Байқадыңыздар, иә? Осылай біздің видеомыз осылай артындағы фонды алып тастадық. Оны көрдіңіздер, иә? Енді қараңыздар. Енді бізге осы фонның артына, осы видеоның артына бір әдемі фонды қосуға болады екен. Ол үшін Google-ға кірсеңіздер болады, немесе алдын ала фон дайындап қойсаңыздар болады. Мен көбінесе Яндекстен емес, Google-дан іздеймін. Мен жерге, мысалы, фон для фото деп мен бұны қанша рет іздедім. Сол себептен менде дайын тұр, қараңыздаршы. Енді мен логопед болғаннан кейін сказочный фон дегенді таңдап көрейін, иә? Фон сказочный салайын. Біз көбінесе орысша жазамыз, өйткені бізге орысша мүмкіндіктер өте көп болғаннан кейін, енді мүмкін болашақта қазақшада мүмкіндіктер көп болатын шығар деп ойлаймын. Оған дейін біз осы бар фонды пайдаландырақ. Маған ешқандай әдемі фон. Енді бұны қалай сақтайсыздар? Сохранить картинку как дегенді басасыздар. Сол кезде, мысалы, сіздердің жаңағы қайтадан жұмыс үстеліне сақталайын деп тұр. Мына жерде сақтайсыз. Көрдіңіздер ме? Менде бұл фондар өте көп сақталған. Енді мен бұны бірнеше рет сақтап көргем, сіздерге дайындап қояйын деп. Мына жерде менде сақталып жатыр. Енді коммутацияға қайта оралайық. Енді файлға кіреміз. Импортировать файл. Енді бұл жерден біз жаңа жүктеуден не керек еді? Бізге жұмыс үстелінің үстінен сурет керек, фон керек. Міне мына фонды жаңа біз көшіріп алғанбыз. Ашу дейміз. Енді қараңыздар, фон түсті. Енді осы фонды алып келіп, мына суреттің үстіне қойсақ, мына қараңыздар. Бұл суреттің үстіне қойылып қалады. Қараңыздар. Суретті видеоны жауып қалды. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз фонды керісінше астына қоямыз. Қараңыздаршы.
Ал енді қозғап көрейік. Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім. Фонымыз біздің Көрермендерім арасында видеоның артына кетті. дыбысын Ал енді байқасаңыздар, бұл жерде жаңағы фонымыз қысқа, ал неміз видеомыз ұзын болғаннан кейін фонымыз тоқтап қалды. Міне мысалы, мына жерге дейін фонды қойып алайық, иә? Ал жүргізіп көрейік. Сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім. Көрермендерім арасында р дыбысын көріп отырғандай көрермендер осылай екенін байқап жатырмын. жүреді. Жазып та жатыр. Көмектес деп көмек. Ал енді мына жерден аяқтайық. Енді қараңыздар, мына жерде фон жоқ, уже қараға кетті, иә? Енді бізге видео фондарды қалай таңдауымызға болады? Фон видео жазып көрейік. Фон видео дедік. Осылайды таңдауға болады. Мен мысалы мына фонды таңдап қойған болатын негізінде. Енді басқа кез келген фонды таңдау үшін міне осылай жасайсыздар. Оны ютубтан таңдау керек дейді. Әртүрлі әдемі фондар көп. Смотреть көрейік. Кейбір фондар тегін жүктеп ал дейді. Мысалы, мына фондар кейбіреулер тегін, кейбіреулер жүктелмей тұр. Қараңызшы. Мысалы, мына фонды бесплатная загрузка дейді. Негізі бұл фонды мен загрузка жасап қойғанмын. Енді сіздерге көрсетейін бәрібірден. Міне лайфхак ретінде скачать дейсіз. Бұл барып, міне астына барып жүктеліп жатыр. Көрдіңіздер ғой? Иә. Көк әдемі фон деген мағынада сияқты. Өйткені мен ағылшынша білемін деп айта алмаймын. Ал енді қайтадан Camtasiaға оралайық. Енді қайтадан жаңа файлға кіреміз. Import файл дейміз. Енді бұл жерден бізге міндетті түрде бір-бірден ғана таңдай аламыз. Екіден таңдай алмаймыз. Қараңыздаршы. Екеуін бірақ біз таңдап қоя алмайды екенбіз. Ашу дейміз. Мына жерге келіп, мына фонымыз түсті. Енді бұны үстінен басып, мышкамен әкеліп, мұнда түсіреміз, астыға түсіреміз. Көрдіңіздер ғой? Тағы да сол жақ шетін баса отырып, астыға түсіру керекпіз. Міне. Ал енді көрейік. Қараңыздаршы. Арнамақпын. Үй жағдайында тілімізге массаж әдемі, иә? Оны қалай жасаймыз? Әдемі артымызда, әдемі фон жүріп жатыр. Біз сөйлеп жатырмыз. Осылай әдемі фондар бар екен. Енді сіздерге бір әдемі музыка пәніне бағана мен бір таңдап қойдым. Бір әдемі фон бар екен. Қараңыздаршы. Бір өзінше әдемі фон екен. Маған өте ұнады. Міне. Қараңыздар. Бірақ енді бұл менің сабағыма келмейді. Бірақ енді музыка пәнінің мұғалімдері болып жатса, таңдауға болады екен. Міне қараңыздар. Мына жерге келіп, көп көрейік. Қараңыздаршы. Өте тамаша, әдемі, әдемі шығып жатыр. Қараңыздар, музыка пәнінің мұғаліміне өте қолайлы фон екен. Енді тоқтатайық, бұл фон бізге керек жоқ. Біз бұны удалить ете саламызға болады. Окей. Удалить ете салсаңыздар болады. Мына жерден де удалитті баса саламыз. Міне. Ал енді жасыл фонды алып тастадық. Оған видео қосқанды үйреттім. Енді қараңыздар. Сіздер мысалы мына видеоңыздың барлығы сізге бір жері ұнамай қалды дейік. Енді қараңыз, міне келе жатыр, видеоны сөйлеп келе жатыр. Енді міне әдемі болып сөйлеп келе жатыр, сізге осы жер ұнамай қалды. Сіз бұл жерде екіге бөліп тастағыңыз келіп тұр видеоны. Не үшін екіге бөлеміз? Қараңыз, міне. Видеоңыз бөлініп қалды. Біз не үшін видеоны екіге бөлеміз? Бізге осы екі видеоның ортасына басқа бір видео немесе сурет қосу үшін біз бұны бөлуімізге болады екен. Бірінші мен сіздерге сурет қосып көрейін. Енді тақырыпқа сай, менде дайын сурет жоқ, бірақ енді сіздерге жұмыс үстелінде тұрған көктем деген жаңағы нені мен бұны бөліп қойғам, көрдіңіздер, сурет ретінде. Соны осылай бір-бірден түсіріп аламын. Библиотеканың үстіне жинап аламын. Корзинадан. Тағы да түсіріп аламын. Екеуін дайындап алдым. Енді қараңыздар, мына жер бізде ашық қалды. Осы ашық жерге қою үшін мен
суреттің үстінен тартып отырып, міне мұнда әкеліп қоямын. Қараңыздар, мышканың тышқанның сол жағымен ұстап отырып, тағы да әкеліп қоямын. Міне, көрдіңіздер ғой? Ал енді көрейік не болып жатыр екенін. жағдайында тілімізге Міне, көрдіңіздер ме? Аяқ астынан көктемнің суреті болып кетті, иә? Ал енді қараңыздар, мына жерде ешқандай дауыс болмай қалды. Адамдар не үшін көктемді қойды деп ойлауы мүмкін, иә? Енді осы жерге дауыс салып көрейік. Мысалы, мына екі суретке, былай екі суретімізді кішкене көлемдірек ұзарту үшін мынандай сарғайтып аласыздар да, кішкене суреттерді орнынан қозғайық та, кішкене ұзартайық, иә? Мынаған жеткізу үшін. Міне, жетті. Ал енді көрейік. Жерге мен аудио жасап көрейін, иә? Қараңыздар, речевое сопровождение дейді. Қазір начать запись дегенді баса салсам, бірден жазу бастап кетеді. Сол үшін сіздер алдын ала не жазасыздар, не туралы айтқыларыңыз келеді, соны ойластырып алып, содан кейін барып басыңыздар. Ал енді мен жаза берейін. Бұл бізде черновик ретінде болғаннан кейін. Көктем келді, көктемнің шуақты күнінде барлық тіршілік атаулыға жан бітті. Қандай керемет, тамаша мезгіл. Міне, қараңыздаршы. Мен енді мына жерде речевое сопровождение көктем келді деп сақталып қалды. Жаңа көрдіңіздер ғой. Ал енді тыңдайық. Не болғаннан кейін? Көктем келді, көктемнің шуақты күнінде барлық тіршілік атаулыға жан бітті. Қандай керемет, тамаша мезгіл. Көрдіңіздер, иә? Біз ортасына сурет салдық, суретке жазу жаздық, және оны мына жерде өзіміз жаза алдық. Енді жаңа библиотекамызға, жоқ, библиотекадан бұрын тағы да мен сіздерге тағы бір нәрсе көрсетейін. Мысалы, сіз мысалы мына видеоңыз, жаңа жүріп жатқан видеоңыздың осы жерде айтып келе жатасыз да, сіз мысалы мына жерде айтқыңыз келмей қалды, иә? Тоқтатасыз, содан кейін қиып алғыңыз келеді, бір жерін қиып тастағыңыз келеді, мына жер ұнамайды. Сол үшін міне мына біреу қызылдан ұстайсыз, содан кейін бүйтіп келесіз де, мысалы мына өзіңіз уақытын қарап аласыз, қай жерден қай жерге дейін ұнамайды сізге. Мысалы мына аралық сізге ұнамайды. Көрдіңіз ғой, иә? Осыны қиып тастау үшін мына қайшыны аласыз да, басып қаласыз. Міне, көрдіңіз ғой? Бастыңыз, сізде мына жер қырқылып қалды. Ал көрейік. Осы щетканың көмегімізге массаж жасайды екенбіз. Көрдіңіз бе? Қырқылып қалды. Массаж жасаудың осылай қырқып алып тастауға болады екен. Жаңағы бөлуді көрсеттім, қырқуды көрсеттім, көрдіңіздер, иә? Жазу қосуды көрсеттім. Енді осы жерге жаңағыдай жарқ етіп, алдынан шығатын кез келген передачаның алдында жарқ етіп шығатын интролар болады. Интро деп аталады екен, соны сіздерге көрсетейін. Ол үшін біз библиотекаға кіреміз. Библиотекада міне интро деп тұр. Мына интроны таңдайық. Бұны таңдап аламызда біз бұны мұнда тағы тышқанның сол жағын ұстап отырып әкеп қоямыз. Ал енді кішкене немізді сәл пәл артқа жылжытайық. Мына жерде астын жылжыту үшін кез келген видеоны жасаған дүниемізді жылжыту үшін былай шетіне ұстаймыз да, сарғайтып алып шетіне ұстап жылжыта беруімізге болады. Ал енді басынан бастап бір көріп жіберейік. Көріп жатқандай, жазулар шығып жатыр. Ал енді осы жазудың үстінен басып біз жазуды өзгертіп тастайық. Өздеріңіз көргенде міне деп белгі шығып жатыр. Енді бұл жазуды өзгертуіміз керек. Алып тастаймыз қазір жазуды. Біз бұл жерге қазақша жазамыз, иә? Өзімізге керек шрифтпен қазақша жазамыз. Сәлем достар дейді, иә? Сәлем достар деп жазып алдық. Енді қараңыздар, мысалы сіздер бұның шрифтін өзгерткілеріңіз келе ме?
әлде жазуының түрін өзгерткілеріңіз келе ме? Мына жерден барлығын өзгертуіңізге болады екен. Көріп отырғандай, шрифтті өзгертесіздер, оның көлемін өзгертесіздер, түрін, түсін өзгертесіздер. Барлығын өзгертуімізге болады. Енді бұл жерде уақыттарыңызды алмай, барлығын жазуларды өшіре салайын. Ал енді басынан бастап бір көріп жүрейік. Қараңыздар. Әдемі болып шықты. Қарай біздің видеомыз кетеді. Жаңа тағы да мына жерде мысалы кесіп, мен мына жерге бір видео қойғым келсе. Қараңыздаршы. Осы жерде мысалы кесіп, екіге бөліп, мына жерге мен тағы да бір видео қойғым келсе, не істеймін? Мына видеолар кішкене артқа жылжытып алайын. Барлығын, жаңа сурет қосқанды көрсетіп тұрмын да, сіздерге видео қосқанды көрсетпеппін. Сол видео қосқанды көрсетіп кетейін деп ойлап отырмын. Тағы да файлға кіреміз. Импортировать файл. Мына жерден енді қазір өзімнің бір видеоларым ішінен сіздерге бір қысқа ғана видео таңдап көрсетейін. Мына видеоны қосатын болсам. Қайда кетті бұл видеомыз? Мына видеоның үстінен ұстап тұрамыз да, әкеп мына орынға қоямыз. Қалдыңыз, видеомыз қайда кетті? Мына жаққа түсіп кетті, көрдіңіздер ғой. Бұл ұзын видео болғаннан кейін мен бұны ұстап тұрып, кішкене қысқартайын. Мынандай ғана мына жерге бізге бұл видеоны өздеріңіз көріп отырғанда мына кесілген ортаға сыйғызуымыз керекпіз. Міне осылай ұстап тұрып, мына дорожкаға түсіруіміз керек. Ключевое сопровождение кішкене бір қозғай тұрып. Тағы да кішкене қысқарту керек болып тұр. Егер жоқ ұзын видео қосам десеңіздер, өздеріңіз артындағы видеоларды қозғай отырып, жерге немесе осы жерден де жүре береді негізінде видео. Мен просто сіздерге бәрі бір қатарда болсын деп түсіндіріп жатырмын. Ал енді қарап жүріңіздер. Ал басынан бастап кеттік. Мынандай бағасы әдемі интро. Содан кейін барып жасыл фонды алып тастап, жай фонға өзіңді қою, сөйлету видеоны. Енді мына жерде тағы да бір видео қосып кетті. Басқа тағы да бір видео қосу, бөлу арқылы. Сонымен қатар жаңа бөлінген видеомыз қайтадан кетті, сөйлеп жатыр. Артында фоны бар. Мынау жерде суреттерді қостық. Көктем келді. Сөз ауысып кетіпті. Барлық тіршілік атаулыға жан бітті. Қандай керемет, тамаша мезгіл. Қалай жасаймыз? Көрдіңіздер, осылай кете береді екен. Ал енді біз жаңа өзім айтқандай, сіздерге енді видеоға енді музыка қосқанды көрсетіп өтейін. Дауысты қосқанды барлығын көрсеттім. Енді қараңыздар, жаңа библиотекаға кіреміз. Мына жерде мыналарды былай бір түзудің бойына жинау арқылы жинауға болады. Музык. Осынша дұрыстап білмеймін. Кешіріңіздер. Мысалы, мен мына музыка бағана ұнаған, өзім көріп қойғам. Қараңыздаршы, бір әдемі музыка. Енді бұл музыканы қосу үшін не істейміз? Тағы да мышканың тышқаның сол жағын басып тұрып, біз мұнда әкелеміз. Көріңіздер, бізде дорожка өте көп сөйрет. Мынайқа қойсылайын, ключевое сопровождение. Ал енді қараңыздар. Енді кеттік музыканы. Кез келген нәрсе музыканы өте әдемі көрінеді. Бірақ енді қараңыздар, сөзге келдік. Мен дауысым естілмей жатыр. Не істейміз бұндай кезде? Бұндай кезде қайтадан артқа барамыз. Енді
библиотекаға кіреміз. Қосамыз. Звуковые эффекты дейміз, иә. Настройка громкости, удаление шума. Шум болатын болса, бұны алып кеп видеоларыңыздың үстіне қоясыз. Сол кезде бір жерде шум болатын болса, қай видеода шум тұр, соның үстіне әкеп қойсаңыз, шумды басады. Түсіндіңіздер ғой? Бізге керек жоқ ол, сол үшін қайта саламыз. Енді біз музыканың үстіне настройка громкости, ақырын, қатты деген сияқты. Ал қараңыздар, міне мына біреуді байқадыңыздар ма? Қараңыздаршы. Міне мынау былай тұр дейік мысалы. Ал тыңдаңыздар. Ақырын шығып көбейіп келе жатыр музыка. Естіп отырсыздар, иә? Көбейе түседі. Ал бірақ бізде керісінше бір жерде басында көбейіп, аяғына қарай бізде азаю керек. Ол үшін не істейсіздер? Мына жердегіні. Мына жерде нүкте бар. Тартамыз жоғары қарай. Қазір. Міне. Көрдіңіздер ғой. Мынаны керісінше былай басамыз. Міне қай жерде бізде басы басталды. Міне музыканы мен ақырындатып қойдым. Тым ақырындатып қойсаңыздар да болады өз еріктеріңізде. Ал кеттік тыңдайық. Басы басталды. Әдемі болып жатыр, көріп отырсыздар, иә? Музыка азайды. Дауысым естілмей жатыр. Ол үшін қайтадан видеоға кіріп, былай істеулеріңізге болады. Дауысым естілмей жатса, міне видеоның үстінде мынандай сызық тұр. Бұл дауысты білдіреді. Олай көтеріп тастасаңыздар да болады, қараңыз. Өте көп екенін байқап жатырмын. Жазып та жатыр. Көмектесіп, көмек сұрап жатсыздар. Сол көмектесу керек адамдарға бүгінгі мен өзім. Көрдіңіздер ғой. Қайтадан музыка естілді. Дауыс естілмей қалды.Қа көтереміз. Көктем келді. Көктем. Міне осылайша жүргізе бересіздер. Шуақты күнінде барлық тіршілік атаулыға. Жоқ, маған музыка керек жоқ десе, музыканы мүлдем қоспай қойыңызға болады. Әркім өзінің қалауына байланысты болады. Музыканы аяқ жағына қарай қатты көтергіңіз келсе, жаңағыдай тағы да төмен аяқ жағын көтересіздер, өстіп музыканы сопровождать етіп әдемі қылып видеоңызды жасауыңызға болады. Енді қараңыздар. Мынау біздің видеомыз. Мына жерде жаңағы қай жерден аяқталды екен? Қазір көрейік. Аяғы көрінбей жатыр. Өте ұзақ видео болып кетті. Енді бұл жерде мен былай істей салайын, иә? Видеоны мына жерден, осы жерден кесе салайыншы, одан да бізге кішкене жеңілдірек болу үшін мен сіздерге бұл жерде кесіп не көрсеткім келіп отыр. Мысалы, мына жерден біз видеоны аяқтай салайық, иә? Тағы да кесуді пайдаланамыз, разделеттеймізді. Мына жерде бөліп алсақ, бұл жерде біз удалиттей салайық. Удалитке өзі басылып кетті. Оны делиттен немесе удалитіп істейміз. Қараңыздар, видео жоқ болды. Енді жаңағы басы басталған кезде жарқ етіп шықты. Енді аяғына тағы да кез келген нәрсенің аяғы болады, иә? Аутро дейді. Енді кешірім сұрайын, ағылшынша кішкене білмей жатырмын. Мені қараңыздаршы. Мына эффект. Міне. Көрдіңіздер ғой? Мынандай болып аяқталады. Осылай болып аяқталсын, мен мына жерге адресімді жазғым келеді десеңіздер, осылай жасауларыңызға болады. Тағы да мышканың сол жақ шетінен басып тұрып, мынаны әкеліп, мына жерге қойасыздар. Қараңыздаршы енді. Әдемі емес пе? Енді бұл жердегі жаңағы сөздерді мен ауыстырым жоқ, мен мына жерде аты жөнім жазылмапты деп көріп отырсыздар, иә? Енді бұлардың әрқайсысын жаңағыдай үстінен басып отырып, жазудың үстінен басып отырып, әрқайсысын жеке-жеке міне көрдіңіздер ғой. Осылай жеке-жеке кіріп ауыстырасыз. Мына жерге жазасыз, әрқайсына өзіңіздің атыңызды жазасыз, аны басасыз да. Мына жерге атыңызды жазып өзгерте беруіңізге болады мысалы.
сөйтіп жаңа басында көрсеткендей жерге де жазуымызға болады. Қазір көрсетейін сіздерге. Мысалы Ләззат Арысбековна. Мысалы жерге өздеріңіздің данныйларыңызды жазғыңыз келеді. Бұл бір видеомда менде бар. Мысалы мына жерге емейліңізді жазасыз, болмаса телефон номер жаза салсаңыз болады. 8-775-993-64-34 деген сияқты байланыс телефоным деп жазсаңыз болады. Осылай жазып аяқтайсыз. Ал енді бір көріп жүрейік. Видеомыз аяқталады. Сау болыңыздар деп айтсаңыздар болады. Осы жерге де өзіңіз запись жасауыңызға болады. Жаңа мен сіздерге айтып кеттім. Мына жерге голос қосып, тағы да мына жерге речевой сопровождение деп, мысалы, голос жазсаңыздар болады. Қазір жазып көрейік. Құрметті көрермендер, осымен менің видео сабағым аяқталды. Стоп. Речевой сопровождение көптен, мысалы, сіздер бұны бүйтіп жаса салсаңыздар болады. Дауыс. Енді өзіңізге ұнаған жасу. Соңғы естісеңіздер болады. Сақтау үшін звуковое сопровождение. Жұмыс үстелінде мен бағана міне жаңа қалта дейді. Бұл жерде мен дауыстарым, сақталған дауыстарым бар. Осы жерге сақтап қойсаңыздар болады. Ал енді бір тыңдап жүрейік. Жазсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, осымен менің видео сабағым аяқталды. Міне көрдіңіздер, иә? Осымен біздің сіздерге арналған видео аяқталды. Міне көріп отырсыздар, басынан бастап міне мен сіздерге видео жасап шығардым. Өздеріңіз көріп отырсыздар, міне 2 минут 25 секундтық ғана қысқа ғана видео екен. Міне осылайша біз видеомызды, бұл бізде черновой вариант болатын болса, жаңағыдай файл сохранить какты басасыздар да, тағы да сақтап қоясыздар. Ол міне мына түрінде сақталады, көрдіңіздер ғой. Осылай сақтап қоясыздар. Мысалы, бұған тағы да ат қоюға болады. Видео монтаж дей салар, иә? Видео жасау деппін бағана. Видео жасау. Екі деп қояйын, екінші деп қояйын, видео жасау. Міне, сақталды. Окей дейсіздер. Ал енді мүлдем сақтап алу үшін қайтадан выводқа басасыздар. Бағана бір айтып кеттім. Мен ойымша барлығын қамтыдым деп ойлаймын. Сіздерге керек нәрсенің бәрін MP4-мен сақтаймыз. MP4 1080-мен сақтаймыз. Далее, міне видео жасау деп тұр. Қай жерде сақталып жатыр дейді. Готово, иә дейсіздер. Міне осылай ары қарай жүктеліп, бағана мен айтқандай сақталады. Көрдіңіздер ғой? Осылай сақтап алып, бағана қай жерде іздейсіздер, соның барлығын өзіңізге сақтап алып көруіңізге болады. Осылайша композициямен жұмыс жасап, әдемі видеоларыңызды жүктей алады. Сәттілік тілеймін. Көріскенше.